Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге Қамажай ПП. Біз бүгін ерекше ПП тәтті дайындаймыз. ПП сырок деп те, ПП баунти деп те айтуға болады. Өйткені құрамындағы сүзбе мен кокостың дәмі өте ерекше дәм береді. Дүкендегі құрамы пайдасыз сырокқа қарағанда калориясы 2 есе төмен, әрі дәл сондай болып шығатын тәттіқұмар қыздарға арналған таптырмас рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен жасамас бұрын парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Парақшада неше түрлі жүздеген ПП рецептер мен ерекше нәтижелер бар. Бізге ең бірінші керегі творог. Творог дәл осындай бір-біріне жабысатын болу керек. Менде Азия Milk 0%. Бұл жерде жартысы 150 грамм қосылды, 4-5 сырок шығаруға болады. Ал егер отбасыңызға көп дайындағыңыз келсе, онда 250-300 граммдап қосасыз. Және де творогтың үстіне көз мөлшерімен 4-5 қасық кокос қосасыз. Қанттың орнына менде қант алмастырғыш фит барады, екеуін қоссаңыз жеткілікті. Егер де қант алмастырғыш болмаса, орнына 1 қасық табиғи бал қоссаңыз болады. Барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Содан кейін дәл осылай формаға әрқайсысын келтіреміз. Дайын болған сырокты 1-1,5 сағатқа морозильникке салып қоямыз, қатқанша. Соның арасында шоколадын дайындаймыз. Бізге аз процентті сүт, 2,5%-ке дейін. Өте аз мөлшерде, дәл осындай 40 мл-де. Және де горка шоколад. Менде Казахстан. 6 ломтик жеткілікті. Ең бірінші сүтті құйып, содан кейін шоколадты саламыз. Жайлап ерігенше күтіп, қатты қою да болып кетпеу керек, қатты сұйық та болмау керек. 1-2 минут қайнатып аламыз. Дәл осылай қоюлану керек. Дайын болған шоколадты кез келген ыдысқа құйып алсаңыз болады. Содан кейін мұздатқыштағы сыроктарымызды алып, үстіне дәл осылай жағып шығасыз. Ең бірінші астын, содан кейін үстін жағасыз. Сәндік үшін дәл осындай жаңға қоссаңыз да болады. Болғаннан кейін мұздатқышқа тағы да 1-2 сағатқа салып аласыз. Сыроктарымыз дайын, мұздатқыштан шыққаннан кейін салқын әрі өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, комментарий жазуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!